Кайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Не істеп жатырсыздар? Не жаңалық? Бізде де барлығы тамаша. Алдыңғы жолы балаларды демалыс орнына әкелген болатынбыз балаларды ойнатуға. Сол видеолардан үзінді салам. Егер ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Таныс болыңыздар, біздің үйдің сары балапаны Саламат батыр. Жасы 1,5-да. Алғаш рет келіп отыр мұндай ойын-сауық орталығына, сондықтан да қызығып, мәз болып, мынанша көп көлемді шарды көрмеген. Енді қатты ұнап отыр балама. Ағаларымен, апатайларымен ойнап мәз. Сразу. Ай, брат! Қазмын қолым. Ол анарға. Я сол бачок приправлангал мына. Күлкіңді ғажайып ағылған дем арасында мен сағынған барашы жанасы қандай анадан туғансың еркек мінезі көркем қандай анадан туғансың еркек мінезі көркем оларға мазасы шағылған алысқа кеткен бе жаныңнан тасып ғашығым ең сұлу сезімдерден нәр алған менің үшін жан едің жаралған сүйіктім балшырым. Қызым мен балама мына жер жақсы болды тіптен. Конструкторлар ұнады. Қызығып, бос жерден шыққысы келмей ойнап жатыр. Балалармен таласып, тармасып. Туғансың еркек мінезі көркем қандай анадан туғансың еркек мінезі көркем
Біз ерте келген сияқтымыз, адам аз. Қазір шамалдан соң барлық ұйқыларын қандырып, тамақтарын ішіп, сосын келетін болар. Біз ерте келіппіз, ерте шықтық үйден. Соның арқасында керемет ойнап жатыр балалар. Ауа райы сондай тамаша далада. Кешкі асқа Мырзабек пен Әйгерімнің шаңырағына келіп қалдық. Керемет ыстық манты дайындап қойыпты. Рахмет көп-көп. Алла разы болсын. Ниеттеріңе, қолдарың дерт көрмесін, өте дәмді болды. Керемет әңгіме айтып, тамақ ішіп, шәй ішіп, керемет отырып қайттық. Бұл бізде келесі күн, қайырлы таң баршаңызға. Балаларға таңертең тұрып, ыстық венский вафли және панкейки пісірдім. Қазір шай ішеміз. Баршаңызға ас болсын. Шайды ішіп алып, сыртқа таза ауаға шықтық. Үйдің жанында керемет парк болатын. Алдыңғы жылы ішінде еш нәрсе болмайтын мұндай балалар ойнайтын алаң. Биыл осы алаңдарды салып, реттеп, барлығын жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр екен. Өте тамаша, балаларда керемет көңіл күй, ұнап жатыр ойнаған. Аймұрат үйде қалып қойды. Төртеуміз келдік осында. Баршаңызға белгілі, Ақтөбеге көктем кеш келеді. Сәуір айы болса да әзірге бүршік атқан тал, жасыл еш нәрсе жоқ. Ертең сәуір айының соңы, майдың басында дала деген жасыл, барлығы гүлдеп, талдар бүршік атып, керемет болады. Сол кезде тағы да сіздермен сол көрініспен бөлісетін боламын. Биылғы жазға атасының Елмұратқа ұлына сыйлаған сыйлығы спортивный велосипед. Үйге келдік. Қазір бестің шайын ішіп алып, кешкі асқа кірісетін боламын.